Адам дүниеден өткен кезде пайда беретін нәрсені артынан дұға қылатын игі перзент дейді. Бірақ оның барлығы салихалы болмауы мүмкін дұға қылатындай. Өлгеннен кейін ұмытып кетуі мүмкін сізді. Сондықтан баланың қылған дұғасы бар ғой әке шешеге, бұл ешқандай пердесіз барады ғой, қарасаңызшы. Тіпті жәннатқа кіреді дейді ғой анау баласының дұғасымен ше. Әке шеше бар ғой. Сонда жәннатқа кірген кезде жәннатта дәрежелер 100 дәреже бар өзі. Анау қарилар бар ғой, Құран жаттаған хафыздар, олар өте қатты көтеріледі. Бұл көтеріліп бара жатқан кезде бір кісі көтеріліп бара жатады дейді. Құран жаттамаған, хадис жаттамаған. Алла тағала жаңағы кісіні бар ғой, жәннаттың 100-ші дәрежесіне дейін көтереді дейді, ең жоғарғы мәртебеге дейін. Деп Алла тағала айтады дейді ғой, ей пендем, сен дүниеден өткеннен кейін дейді, балаларыңның қылған үздіксіз дұғасы осындай жерге дейін көтерді деп айтты дейді. Демек баламызға нені таныту керек екен? Баламызға Алланы таныту керек екен.